сәлем достар. Ең алдымен картопымызды асып аламыз, кішкене сары май қосып, тұз сеуіп жақсылап араластырамыз. 2 лаваш аламыз, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Және пюремізді салып, үстіне сырымызды қосып, жақсылап орап шығамыз. Үш тал жұмыртқамызды алып, жарып аламыз. Тұз сеуіп, жақсылап араластырып, дайындап алған лавашымызды жұмыртқаға аунатып аламыз. Қызған майымызға екі жағын сарғайғанша қуырып аламыз. Өте жылдам, тез дайын болады. Лавашымыз дайын болды. Арасын көрейік. Сырымыз еріген, сондай дәмді көрінеді. Рецепт ұнаса, пісіріп көріңіздер және лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.